Баршаңызға сәлем достар, және бүгін біз Бравл Старс ойынын ойнайтын боламыз. Сіздер PlayZ арнасындасыздар. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Біз ойынымызды бастаймыз. Достар, ең алдымен қазір магазинға кірейік. Және достар, магазинде әдеттегідей ангелы және демонический наборлар ұсынылып жатыр. Және достар, Бравл Старста жаңа бравлер пайда болды, Шейд. Міне достар, енді бұны қазір Бравл Старс енді донатқа ұсынып жатыр. Енді бұл жерде акциялар енді өте керемет екен. Мына скин де енді өте керемет негізі. Біз енді осы Шейдті 3 күннен кейін енді қайткенмен де ашатын боламыз. Енді тағы не бар бұл жерде магазинде? Бұл жерде мына акциялар бар, осы меха акциялар бар екен. Бұлар енді донатқа өкінішке орай. Мына жерде енді скидкалар болып жатыр екен. Енді мына жерге калетке міне осы скин әдемі екен негізі. Және достар, Бравл Старста тағы да не болды ғой, қара жұма, яғни черная пятницаға орай осындай скидкалар болып жатыр негізі скиндерге. Және тағы да басқа да скидкалар болып жатыр негізі. Енді одан басқа магазинде ешқандай қызық жоқ негізі. Жарайды достар, енді магазиннен шығайық қазір. Және біз қазір кітапқа кірейік міне. Енді мен қазір ангелдарға ойнап жүрмін. Және ангелдардан осы возрождение деген осы способность, осы негізі ең жақсысы. Осымен ойнаңыздар. Енді тағы не бар мә достар. Және осы енді сезон бітейін деп жатыр. 3 күннен кейін осы сезон бітеді. Мен енді осы сезонды түгелмен өтіп тастадым. Квестте бізде ештеңе жоқ. Квестте шынымен де ештеңе жоқ. Біз бәрін жасап тастадық. Сонымен достар, енді қазір бравлерлерге кірейік. Енді менде қазір қандай ангельский скиндер бар екен, мен соны көрсеткім келіп отыр. Және маған негізі осы Ангел Макс осы түскен болатын. Және тағы да маған Джинге түскен болатын. Джин бізде міне. Осы скин достар, міне Ангел Джин, осы 2 скин, ангельский скиндер түскен болатын. Бірақ маған достар тағы да білесіздер ма, Анджелаға міне осы скин түскен болатын, Дионис Анджела. Бірақ бұл енді негізі ұқсайды негізі ангельский скинге, бірақ бұл енді легенды Олимпа деген сондай событияға арналған ғой. Және маған тағы да достар боға түскен болатын скин. Және боға сол демон бо деген скин түскен болатын. Міне достар, осы. Бұны мен енді демонический пристардан түсірген болатынмын. Жарайды достар, қазір мен Максты таңдайын. Енді біз осы бравлерлермен ойнайтын боламыз. Және достар, мен енді мына пожиратели душтың өзін енді нашар ойнап жатырмын. Бұл енді ең соңғы соревнование 9. Және біз қазір енді тройной столкновениеға кетейік. Кеттік достар, осы Макспен ойнап тастайық. Тройной столкновениен бірінші атакамыз. Ал достар, кеттік, енді бірінші атакамыз осы Макспен. Және Макстың енді шынымен де скины өте әдемі екен. Біз қазір енді жоғарға қарай кетейік. Бірден банкаларды алып алайық. Ана жерде Пайперді негізі жақсы ойнап отыр. Үстіп енді қазір біз енді центрге қарай барайық. Егерде центрде де жәшіктер болса, әрине. Бірақ бұл жерде енді центрде жәшіктер жоқ екен. Банка жоқ екен. Және қарсыластар да бүкілі тығылып жатыр ма? Что-то мен түсінбедім да. Әдетте бүкілі центрге қарай шығатын еді ғой. Мына жерде ешкім жоқ, жоқ, бар екен, енді анаяқта Бея енді шынымен де здоровьян құртты ғой. Динамайк жүр екен ана жерде. Мен енді білмеймін қалай жасайтынды. Пайпер енді базар жоқ, шынымен де мықты ойнап отыр қазір. Мен қазір үстіп алып кетейін. Все достар, бізде 9 банка. Смело енді қазір жүре береміз. Достар, мына енді вольтты мен қашып кетейін. Мына Бея енді қазір конкретно атака жасайды ғой маған.
Қабат деген ай достар, мен қазір достар, ана жерде кішкене ғана қалып қалды. Мен өкінішке орай ұтылып қалдым. Так, бұл жерде енді бар үміт Пайперге. Мен енді көмектесу керекпін Пайперге. Так, міне Калет бізге енді шынымен де кедергі келтіріп жатыр. Үстіп алып кетейікші. Так, все смело. Так, қанша 2 команда қалды, я? Так, мына жерде енді Лили жүр екен. Так. Хотя, так. Лилиді енді все, достар. Easy топ 1 алдық. Қазір достар, енді біз кіммен ойнасақ болады, я? Джинмен ойнайық. Қазір біз Джинді алайық. Енді Джинмен осы тройной столкновение ойнап кетейік. Екінші атакамыз. Ал достар, кеттік енді екінші атакамыз. Бұл жерде біз енді Джинмен ойнайтын боламыз. Және Джинге де негізі скин енді өте әдемі екен. Так, біз қазір енді әдеттегідей осы банкаларды тезірек алып кетеміз. Қазір біз, менде напарниктерден Мортис екен. Мортис және... Мына жерде көрінбей тұр, Пайпер, я? Жоқ, бұл Мэнди ғой. Достар, мыналар енді қазір жақындайды, я, бізге. Қазір мен білмеймін енді қалай. Оларда да осындай способность бар екен. Қазір біз алып кетейік. Кімді? Вольтты. Жоқ, ала алмадық, я? Мэнди атака жасаса. Все, смело. Ана жақта біз Спраут па? Так, ұмытып қалдым ғой атын, Спраутты алып кеттік. Так, 2 команда қалды, достар. Енді оңай болып жатыр негізі. Мына жерде де міне Макс, Ангел Макс. Так, осында қазір алып кетеміз. Енді мен қазір тәуекелге бармай қойын. Оларда 9 банка, менде 11 банка. Олар қазір жетеді, негізі. Жоқ, бізге қазір енді былай секіру керек болады. Менде ульта да жоқ. Все, секіру керек негізі. Все, достар, қазір easy. Так, біз енді здоровье жинап алайық. Так, үстіп тартып алайық. Достар, қиын болып жатыр негізі, решающий момент. Қазір біз... Все, негізі біз ұтамыз, я? Міне Джесси ғана қалды ғой. Все, Мортис, базар жоқ. Мықты алып кетті. Енді міне анимациясын көрдік. Ұтқан анимациясын Джиннің. Енді шынымен де өте күшті бравлер, негізі өте әдемі скин. Так, қазір біз енді Война призраков ойнайық осы Джинмен. Ал кеттік, достар. Қазір біз енді Война призраков. Мен енді білмеймін бұл жерде Джин өзін қалай көрсеткен. Бұл жерде негізі напарниктерден байланысты бір жағынан. Так, ана жерде Гром, және 8 бит. Мына жерде тағы Эдгар, достар. Мына жерде енді способность аса қатты көмектеспейді екен. Және бізге қазір тезірек жинап алу керек, енді. Но болмайды. Уже как бы шықты, призрактар. Так, мен қазір алып кетейін естіп. Көмектесу керек қой енді. Мына 8 бит енді тоже. Так, Эдгар да, мыналарда да енді сондай не способность екен. Возрождение. Так, біз қазір... Бізге қазір жинап алу керек енді. Так, достар, мен қазір тартып алайын, естіп. Бір жағынан негізі ана жақта Чак өте жақсы ойнап отыр.
Мен түсінгенім бойынша осы событияда Чак өте мықты екен. Так, мә достар, енді қорғау керек. Қазір бізде достар қорғау керек. Мына жерде мынау не дейді өзі? Все достар, ана жерде Чак бәрін жасап тастады. Базар жоқ енді. Шынымен де мықты ойнады негізі. Міне достар, Чак звездный игрок. Мықты ойнап кетті. Қазір біз достар енді кім қалды бізде? Давайте осы демон бомен ойнайық, жоқ, Макс таңдай берейін. Осы Макспен война призраковты ойнайық. Кеттік достар, қазір біз енді Макспен ойнап көреміз. Және так, менде мына жерде напарниктерден Кольт және Фрэнк. Маған айтпақшы достар, осы ангельский скиндерден Кольтке ангел Кольт шыққан жоқ, және Лилиге шыққан жоқ та, ангел Лили. Және сол скиндер енді түссе әрине жақсы болатын еді. Өйткені маған ангелдардан небәрі осы Макске және Джинге ғана түсті да. Енді әрине өкінішті ақ. Так, біз қазір енді мына жерде ультаны қолданайық та бірден өйстіп алып кетейік. Смело алып кеттік. Смело енді урон жасадық енді. Так, смело, все. Так, мен ультаны қолданайын өйстіп. Достар, енді мына жерде қазір кішкене қиындау болып жатыр. Былай, енді қазір. Так, все, алып кетейік. Все, Фрэнк тоже жақсы ойнап отыр негізі. Біз қазір енді все, енді бұл жерде де изи ұтып кеттік қой біз. Все, изи достар, алып кеттік смело. Енді шығайық бұл жерден. Мен еще звездный игрокпын. Енді Макстың шынымен де скині өте әдемі екен. Так, базар жоқ. Все, шығайық біз қазір енді. Біз қазір енді білесіздер ме достар, мына жерде енді столкновениені ойнайтын болайық. Так, столкновение ойнап кетейік. Кеттік, одиночный, Кеттік достар, одиночное столкновение Макспен. Енді бұл жерде де оңай болады деп ойлаймын. Так, бізге енді қазір барынша банка жинап алу керек. Бізге қазір ана жерде кит жүр, енді ана кит кішкене қорқып тұр. Так, өйстіп Эль Примоға біз қазір ультаны жинап алайық. Айтпақшы, бұл жерде де способностер әсер етеді екен. Және мен осы киттен қорқып тұрмын да негізі. Бүйтіп жабысып алады ғой бізге. Так, біз қазір енді центрге барамыз. Жоқ. Ана жерде 4 банка, Все, өйстіп алып кетейік. Мына жерде Мико, енді так 4-ақ боец қалды достар. Енді в принципе біз ұттық. Бірақ біз енді хотя бы так, мынау не дейді енді Так, Мико қазір енді бүкілін айырады, Все, Мико базар жоқ, алып кетті. Кімді? Достар, ана жерде Лили 5 банка бар екен. 3-ақ боец, енді біз топ 3-ке кірдік. Қазір мен енді Микодан қорқып тұрмын негізі. Лили де байқатпай шығып қалуы мүмкін осы жерден. Ана гаджетті қолданып. Мен қорқып тұрмын. Мынау енді қазір маған қарай атака жасайды, Так, Лили қазір осы жерде пайда болуы мүмкін. Гаджетті қолданып. Или так, әлі осы жерде ма, немене? Енді қазір ұтылып қалуы мүмкін.
Қай жерде? Кім? Мико ана жерде екен ғой. Гаджетті қолданды, иә. Қазір қорқып тұрмын негізі. Достар. Зона жабылып жатыр уже. Мен қай жаққа кетерімді даже білмеймін ғой, достар. Қазір енді чисто не ғой, удачаға байланысты. Мен білмеймін, достар. Енді кеттік, достар. Миконы алып кетейік, все. Жоқ, достар. Гаджетта бір. Все, достар, базар жоқ, иә. Жолымыз шынымен де болып кетті. Енді ана жерде, иә, Мико қолданып үлгермеді ультасын. Иә, достар, енді шынымен де жолымыз болып кетті. Қазір шығайық енді бұл жерден. Енді прям қобалжып тұрып, прям енді ана жақта ұтып кету деген, енді шынымен де базар жоқ. Кеттік енді. Біз енді қазір Джинді таңдайық. Хотя жоқ, давайте біз қазір парное столкновениеға кетейік, осы ойнап көрейік. Кеттік, достар. Қазір енді парное столкновение. Енді бұл жерде де напарник жақсылап тұрып ойнайды деген ойдамын. Бізде енді напарник Шелли. Кеттік, банкаларды алып кетейік. Бірден қазір центрге барайық. Шелли ана жақта уже жыртып жатыр, иә, бүкілін. Так, бір жағынан, иә, ана жерде үстіде Брок. Ана жерде енді демондар. Тоже Макс, демон ана жерде. Жоқ, просто Макстың не способності демонический. Не дейді мына Брокта бір. Мына Леон қатып қалған секілді ғой, иә. Так, все, смело алып кеттік. Достар, мен бір жағынан өте қатты так, тәуекелге кетіп қалдым. Достар, қазір қауіпті. Негізі байқадыңыздар ма, осы Макстың ультасы өте әдемі да, негізі. Қолданған кезде артынан қанат шығатты. Қазір мен көрсетуге тырысайын енді. Мына жерде қазір қиын болып жатыр енді ульта жинау. Так, достар, енді мына Брокта бір. Қазір Шелли тезірек пайда болсын. Достар, достар. Шынымен де енді қиын болып жатыр. Достар, достар. Шынымен де мен ұтылып қалдым. Шелли енді тірі қал енді. Қалай да тірі қал. Достар. Все, мен пайда болдым. Так, мен қолданам қазір енді. Так. Ода 5 банка, достар, енді ол ұтты, иә. Так, достар, ол ұтты, иә, по сути. Бізде пайда болды, Шелли. Давай, көкесін көрсетші, Шелли. Все, біз ұттық, достар. Енді шынымен де жолымыз болды. Шынымен де жақсылап тұрып ойнадық. Шелли тоже өте жақсы ойнады. Ендеше шығайық қазір бұл жерден. Енді біз қазір енді Джинді таңдайық. Так, Джин бізде астыда болды, иә. Так, Джинді таңдайық. Енді Джинмен де осы столкновениені ойнап көрейік. Кеттік, достар, енді қазір Джинмен ойнап көрейік. Парное столкновение. Достар, менде мына жерде напарник Шейд екен. Бой, достар, мынау енді шынымен де жолымыз болды. Шейдпен енді ойнау. Енді Шейд қазір енді бүкілін ұтады ғой бұл жерде енді. Бұл Шейд енді өте мықты бравлер. Қазір енді стенадан, иә, бүкіліне атака жасап, бүкілін айырады ғой енді. Так, мына жерде не дейді мынау? Достар, Шейд уже кетіп қалды ма? Не болып кетті? Қазір, иә, Шейдіміз ұтылып қалды, өкінішке орай. Так, мен тығыла тұрайын енді үйістіп. Бізде 3 банка. Негізі Шейд енді менше өзіне тым сенімді секілді ғой. Мына Шейд енді ойнай алмайды екен негізі дұрыстап.
Енді бұл жерде, конечно, тәуекелге бармаған дұрыс та негізі. Немесе анау тик иә өте мықты ойнап отыр. Так, біз енді не істейміз? Біз қазір енді білмейміз не істейтінімізді. Мә достар, мына жерде так болмады иә, Кензиді. Так, біз өйстіп тығыла тұрайық енді. Мә енді Шейд енді все-таки не ғой, жақыннан ататын бравлер. Сол себептен де енді тәуекелге бармаған дұрыс. Негізі Шейдке қазір шықпау керек. Так, мына жерде Мико. Так, ана жерде Мико. Так, алып кетейік Миконы. Смело. Так, 3 команда қалды. Так, мына жерде Леон бар екен. 8 банка Леонда. Так, не дейді мынау. Так, бізге енді хотя бы топ 2 алу керек. Ұту үшін енді топ 2 алу керек шынымен де. Так, біз мына жақта Леон мен раз-на-раз қалдық, иә. Все, бұл қазір енді раз-на-раз төбелесеміз қазір. Так, міне үстіп алып кетеміз. Все, смело, достар. Леонды, как говорится, раз-на-раз алып кеттік. Енді Шейдпен ойнағанда шынымен де өте қызық болды. Шығайық бұл жерден. Енді қазір біз так, одиночное столкновение ойнап кетейік, иә. Кеттік, достар. Одиночное столкновение Джинмен. Енді Джинмен бұл жерде кішкене қиындау болады, одиночное столкновение. Так, мына жерде енді Кит, енді так, метательдер өте көп екен. Және Джинмен осы банканы алудың өзі қиын ғой негізі. Қазір енді өте неді, сақ болып ойнау керекпін да. Бесе мына жерде банка алып жатып, алып кететіндер бар да. Так, ана жерде Барли тығылып отыр, иә енді. Так, ана жерде кім тағы? Бір жағынан Джинмен ойнаған енді кішкене қиындау, одиночный столкновениеде. Достар, мынау не дейді енді өзі? Конкретно мынау енді жібермейтін секілді ғой мені. Өлтірмей тынбайтын секілді ғой мынау, иә. Так, мына жерде ешкім жоқ шығар, иә. Так, үстіп тұра тұрайық енді, кішкене күте тұру керек меніңше. 6 боец бар әлі картада. Так, не дейді мынау? Қоймады ғой, мынау сту енді, үстіп алып кетпесек өзіміз. Бой, достар, короче, студы алып кеттік. Так, үстіп күте тұрайық енді, 5 боец қалды. Біз енді хотя бы топ 3-ке кірейік. Так, ана жерде Леон, иә. Жоқ, Кит екен. Бой, все, Китті алдық. Так, мынау не дейді? Мынау бұл да бір. Достар, ала алмадық. Мен қазір ойладым, аламыз деп. Достар, не болып кетті өзі? Ана жақта Барли мен бұл, короче, өзі бір-бірлерін өлтіріп тастады, короче. Бір-бірлерін алып кетті. Енді бұл жол енді мен шынымен де просто жолым болды. Жарайды, достар, шығайық енді. Біз қазір енді не істейміз? Біз қазір енді давайте Демон Боны алайық, осымен ойнап көрейік. Демон Бомен. Так, бізде Бо қаяқта? Демон Бомен енді мен қазір так, Брол болды бар екен, енді қызық екен. Бірақ біз қазір тройное столкновение ойнап кетейік Бомен. Кеттік, достар. Сонымен, достар, кеттік Демон Бомен. Қазір біз енді көрсетейік қалай ойнау керек екендігін. Енді Бомен де бұл жерде жақсылап тұрып ойналады деген ойдамын. Үстіп алып кетейік. Достар, мен енді ана жақта команда бірден енді құлады. Достар, команда бірден құлады. Мен енді күте тұру керекпін, үстіп тығылып тұрайық просто. Так, ана жақта не дейді? Үстіп. Достар, мына жерде Пайперде бір банкаларды ала аламыз ба қазір?
Жоқ, ала алмады. Так, мә ана спайкке де кішкене жетпей қалды. Кішкене жылдамырақ болу керек та, мә осы жерде. Так, мен енді былай лақтырайын, иә. Так, үстіп қолданайық, суперді. Қазір менде енді 7 банка, как бы енді так көбірек жинау керек негізі. Мына былай дракоға атака жасайық. Үстіп кетейік та. Ультаны жинап алайық, үстіп. Так, не дейді мынау, мә, не дейді. Так, все, ультаны жинап алдық біз қазір. Так, сквик базар жоқ, ана жақта атака жасап жатыр конкретно. Бірақ бізде, мә, достар, мынау да бір. Так, мә, мына жерде енді, так, үстіде Кензи 12 банка, мә, бұны алу енді қиын болады. Так, мен қазір қайқа лақтырсам болады, мә, ультаны. Үстіп центрге лақтыра салайыншы. Жа мен қателік жасадым, я негізі. Так, 3 команда, достар. Сонымен, достар, мына жерде 3 команда, мынау қазір енді бізге атака жасай, я, тух, мә, мынау Драко да бір енді. Так, үстіп пайперді алып кетейік, енді біз топ 2-ге кіру керек біз. Топ 2-ге кірейік, мә, достар. Мә, достар, енді способностьта өз-өзін ақтап атыр конкретно, мә, Кензи, давай ал, мә, Кензиді. Сонымен, достар, мә, әрен дегенде, я, ұтып кеттік енді осы Демон Бомен. Енді базар жоқ, шынымен де напарниктер де өте мықты ойнады. Конкретно көрсеттік ойынды қалай ойнау керек екендігін. Так, біз енді қазір шығу керекпіз. Мен енді қазір, білесіздер ма, ең соңғы ойын осы Война призраковты ойнап кеткім келіп тұр. Осы Демон Бомен. Кеттік, достар. Ал кеттік, достар. Қазір біз Демон Бомен көрейік, енді осы Война призраковты ойнауға болады ма екен. Так, қарсыластарда да Демон Бой екен. Так, біз енді қазір ұтылмайық енді. Біз қазір жақсылап тұрып енді көрсетіп жүрейік, мә, енді. Так, үстіп атака жасап тастайық. Так, мә, мына енді тик бізге кедергі келтіреді қазір. Так. Енді бір жағынан мына бо меніңше кішкене ойнай алмайды, иә. Так, мен ультаны лақтырдым енді. Мә, достар, мен енді кішкене тупит етіп атырмын. Бірақ біз, мә, достар, біз ұтып кетеміз, иә, меніңше. Так, 27% қалды негізі қарсыластарда. Базар жоқ, мә, біз қазір енді алып кетейік, мә, мына нені, боны. Енді напарниктер мына жерден шынымен де өте мықты ойнап тұр. Қараңыздар, біз қазір алып кетеміз, иә? Біз қазір алып кетеміз. Мен қазір ультаны лақтырайын үстіп. Все, ульта енді шынымен де әсер етті. 4% қалды, достар. Біз енді бұл жерде 100% ұтамыз. Все, қазір так, призрактар жетеді. И все, достар, міне. Easy ойын, easy ойнадық. Базар жоқ, мен енді шынымен де ультаны, яғни лақтырдым. Так, и біз ұтып кеттік. Так, енді шығайық бұл жерден. Және ең соңғы рет енді осы қай режимді ойнасақ болады. Давайте біз енді осы столкновениені ойнап кетейік, иә. Парное столкновениені ойнап кетейік. Бомен. Ал кеттік, достар. Менде енді бұл жерде напарник 8 бит. Енді біз қазір... Так, мә, енді ойнамай атыр ғой, мә, не болып атыр өзі. Негізі, мә, өзім ұнатпаймын да осындай, мә, ойнамай қалатын, мә, напарниктерді. Енді рандомның аты рандом, иә. Так, үстіп алып кетейік бірден. Мә, достар, мына жерде, мынау не дейді, мә, мынау. Мә, достар, иә, бірден ұтылып қалдық қой, туф. Иә, жолымыз болмады негізі. Ана динамайк негізі өте ақылды жасады.
Кеттік. Біз қазір енді тағы да кетейік атакаға. Кеттік достар, екінші шанс, екінші атака. Және так, банкалар бірден алып кетейік. Мына жерде кит жүр енді. Так, менде напарник динамайк енді. Біз бұл жерде оңай ұтатын боламыз енді. Өйткені тағы да, мен бекер қолдандым гаджетті. Так, былай лақтырайық. Так, не болып жатыр мына жерде? Мына жерде кольт бар екен. Біз кольтті все смело алып кеттік. Так, мына жерде үстіде Кензи. Енді так, еш жерге енді қашай алмайды бұл жерде. Все, Кензи, брат, как бы по-любому аламыз сені. Еш жерге қаша алмайсың, как бы. Так, енді тырысып жатыр әрине, бірақ ол көмектеспейді. Достар, менің напарнигім өліп қалма не? Ох, достар. Мынау да бір енді. Достар, енді жолымыз болмады, енді болмады. Ана жақта динамайк енді ұтылып қалды. Жарайды достар, қазір мен енді одиночный столкновенияға кетейін. Осы ең соңғы атакамыз болсын. Кеттік достар. Енді достар, енді парное столкновениямен жолымыз болмады. Енді біз қазір одиночный столкновенияда ұтуға тырысайық. Бұл жерде Мортис астыда бірден бастап жатыр енді. Так, ана жерде де демон бо. Так, не дейді анау? Так, мен қорқып тұрмын, осы жерде Мортис шығып қала ма деп. Так, анау шынымен де демон бо екен енді. Прям демонический несі, способности прям. Так, мына вольт енді. Так, маған негізі ультаны тезірек жинап алу керек. Қазір ультан, мынау тимей жатырмын, достар, мен тимей жатырмын. 6 бравлер қалды. Не дейді мынау, мынау енді вольт тынышталмайды, Так, маған қарай келіп жатыр ғой енді. Достым. Қазір өкініп қалуым мүмкін, мен де атака жасаймын ғой қазір. Так, бітейікші. Так, үстіп, все, вольт алып кетейік үстіп. Все, енді вольт өзі как бы маған тіреліп алды, енді. Топ 3-ке кірдік біз. И топ 2 міне. Так, ол енді Мортис. Так, мен былай жасайын. Так, Мортис, енді қай жердесің сен? Енді өз-өзіңді жасырма, давай шық. Достар, мынау да бір. Достар, өкінішке орай болмады. Енді 11 банка Мортисте, енді мен как бы ала алмайтын едім по-любому. Жарайды достар, енді шығайық. Сонымен достар, енді біз бүгін енді осылай ойнап шықтық. Сіздерге бүгінгі ойын ұнады деген ойдамын. Видеоға лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Сау болыңыздар.